Сәлем достар, сіздермен бірге Айсара Нұржан, астропсихолог, чакролог, медитатор және адамдарға энергия көздерін ашуға көмектесетін маман, энерготерапевт. Бүгін как раз өзімнің тақырыбым бойынша энергияны ашу арқылы миссия табу эфир өтпек. Осы жерге жазып қояйық, ешқандай қысылмаңыздар, сұрақтарыңызды қойыңыздар. Ішкі энергияны ашу деген тақырып. Қандай мазалап жүрген мәселелеріңіз болса, қойыңыздар. Енді мен атым Айсара Нұржан, астропсихолог, чакролог, медитатормын. Жақында Астана қаласына көшіп келдім. Қалай көшіп келдім? Осы ішкі энергиямды ашу арқылы. Яғни ішкі энергия деген не? Сол туралы қазір тоқталамыз, бірақ оған дейін сіздерде, менде басқа таныс адамдарымызға нелерімізді жіберейік, эфирімізді. Яғни, Инстаграм бұрынғыдай қыруар адамға эфирді жіберуге рұқсат бермейді екен. Хорошо. Жақсы, енді кімге бұйырады, сол көреді. Бісміллә. Өзімді таныстыра кетсем, көптен бері қасымда жүрген подписчиктерім таниды. Мен 5 жылдан бері адамдардың чакраларын ашып, миссияларын табуға көмектесіп, өздерінің кармаларын реттеп және ұрпағына жақсы энергия тастап кетуге көмектесіп жүрген маманмын. Жалпы миссия табудың мастерімін былайша айтқанда. Себебі миссия деген ол өте маңызды нәрсе. Осы дүниеге адам бір предназначение, яғни бір миссиямен келеді. Өзінің бір арқалаған жүгі бар және соны табу үшін бірақ адамға міндетті түрде энергия керек. Давайте мына жерге сұрақ қояйын. Энергия кімде неше, ондық шкала бойынша қазір неше? Көбісі маған хабарласқанда энергиям 0, минусқа кіріп кеттім, шаршадым, әлсіредім деп жазады. Мен клиенттерімнің көбісінде сол энергияның жетіспеушілігі деген проблема бар. Маған да келгендегі мақсаттары сол энергияны толтырып алу, қалай соны бір деңгейде ұстауға болады деген мәселе көбісін мазалайды. Сондықтан қазір мына жерге жазыңыздар, ұялмаңыздар, қысылмаңыздар. Сіздің энергияңыз 0-ден 10-ға дейінгі шкалада неше қазір? Сосын мен себептерін анықтап, мүмкін араңызда бірнеше адамға сұрақтарыңызға жауап беру арқылы өзіңіздің энергияңыз қайқа кетіп жатыр, неге толмай жатыр, соны анықтаймыз. Бұйырса. Сосын менде бір не бар, ютубымды қолға алмақшымын. Мүмкін осы видео егер сохранить етілсе, ютубқа скачать етіп қойғым келеді. Бұрын ойлайтын едім, ютубқа міндетті түрде әдемі студияға бару керек, бояну керек, сылану керек, бір әдемі камералармен түсіру керек деп. Сөйтіп ойлаған сайын мен алыстатып жатырмын да. Сондықтан айтқым келетін нәрсе күндегісін күнде толып жатыр. Ал Инстаграмда бәрі бірдей көре бермейді, және бұл жақта сақталмайды, сақталса да көп қарамайды эфирді ешкім. Сондықтан бұдан былай осы жердегі эфирлерімді ютубқа да салып отырғым келеді. Сондықтан ютубтағы жақсы видеоларды қаласаңыз, осы жерде активный болсаңыз, 2% дейді энергия, 1 дейді. Кәдімгідей шаршап қалыпсыздар ғой. Көпшілігінде энергия аз екенін байқап жатырмыз. Енді себептерін жазып жіберсеңіздер, не үшін энергия жоқ сияқты, қашаннан бері жоқ? Не нәрсеге энергия жоқ? Не нәрсе жасағыңыз келеді, сол энергия не үшін керек сіздерге? Соны жазып жүрсеңіз, тіпті жақсы болады. Қайырлы күн, Айсара ханым, қайырлы күн бәріңізге. Әзірге сіздер өздеріңіздің энергияңыздың шкалаларын жаза беріңіздер, ал мен энергия туралы кішкене бір түсініктеме берейін да. Яғни 0-ден 10-ға дейін неше энергия сізде, қазір жазыңыздар. Енді энергия дегеніміз не? Жалпы энергия дегеніміз, яғни қазақша айтқанда қуат. Ол көзге негізі көрінетін нәрсе. Бірақ оны көру үшін арнайы көз керек. Жүрек көз деп аталады ол көз. Мына жүрек көзі, бірақ сіздер ойламаңыздар, жүректен тесіліп кететін бір не екен деп. Жоқ, ол адамның жан дүниесінің көзі, былайша айтқанда. Қазіргі заманауи аппараттар, тіпті БРТ деген аппарат, мысалға да адамның энергиясын көретін жағдайға жетті. Қазір сондай керемет аппараттар бар, адам саласың, сканерлейсің, болды, неше пайыз шамамен энергиясы, қай жерде энергиясы бітеліп жатыр, қандай проблемасы бар, оны қалай шешуге болады деген сұрақтарға да жауап беретін сондай аппараттар бар. Ойлаңыздар, заман қалай дамып жатыр. Сол сияқты сіздер де қазір өзіңіздің энергияңыздың неше пайыз екенін жазып жіберіңіздер. Мен энергия деген не нәрсе екенін түсіндіремін. Энергия дегеніміз ол Алла тағаланың біздің осы өмірдегі миссияларымызды, әрекеттерімізді, жақсы көретін ісімізді, армандарымызды жүзеге асыруға арналған, былайша айтқанда күш, былайша айтқанда жан, былайша айтқанда
қуат, да? Яғни күніне, әлемге, барлық адам баласына бірдей энергия түседі екен. Бірнеше мың мегатонна энергия түседі аспаннан. Мысалға, күн планетасында секундына неше миллиард мегатонна жарылыс болады да, мысалы, күн. Сол жарылыстан біздің планета, күн системасындағы, мысалы, жер, немесе шолпан жұлдызы, немесе Марс, содан күш қуат алады екен де, мысалға, өмір сүреді, мысалы, жарық түседі, фотосинтез, өсімдіктер өседі, адамдар жарықтан күш алады деген сияқты. Дәл солай бізге ғаршыдан күніне бірнеше мың миллион мегатонна энергия түседі, бірақ оны біреу ала алады, оны біреу ала алмайды. Яғни біреу қабылдай алады, адамның бір өткізгіштік күшті қасиеті бар, кейбір адамдар қабылдай алмайды. Неге? Оны да қазір себебін анықтаймыз. Так, мына жерде сұрақтарға бір қарай кетейік. 3-те 4 дейді, ұйқы келе береді дейді. Қайырлы күн, қоныс жайлы болсын. Астана туралы эмоциямен бөліссеңіз, жаңа топырақтан қандай энергиялар сезіп жатсыз, қазір айтам. Жоғалғанына көп болды, ештеңеге энергия жоқ. 4 дейді, 1-2 күннен бері энергия түсіп басы айналып, 90-да 60 болып талып дейді. 3 дейді, анемия дейді. Түсінікті. Шамамен түсінікті, да? Қазір адамзатта жалпы энергия аз сияқты. Қалай ойлайсыздар, энергия неге аз? Қысылмаңыздар, жазыңыздар. Энергия неге аз қазір? Мысалға, осыдан 20, 30, 40 жыл бұрын, мысалы, біздің әкелерімізге, шешелерімізге қарайтын болсақ, олар бір таусылмайтын энергиясы бар сияқты болып көрінеді. Мен тіпті өзім әжем 85-тегі тіпті шаршамайды ғой. Шаршамайды, анда жүреді, мында жүреді, жыбырлайды да жүреді. 85-тегі әже. Өзімнің анам 60-тағы әлі жұмыс жасайды. Әліңбе дейін проектілермен айналысады, әліңбе дейін ғылыммен айналысады, әліңбе дейін анағанда үлгеріп атады, мынағанда үлгеріп атады. Бір шаршау деген жоқ қой, шаршау деген жоқ. Таң қаласың. Әлде бұрынғы поколениямен бірге энергия деген бітіп кетті ме екен? Біздің поколенияға аз энергия бөлініп жатыр ма деп ойлайсың бір жағынан. Бір жағынан бәріміз бір уақытта өмір сүріп жатқан жоқпыз ба деп ойлайсың. Бір жағынан уақыт деген ұғым жоқ деп айтып жатыр физиктер. Уақыт ұғымы жоқ уақыт деген. Ол туралы да талқылаймыз берсе. Енді осы сұрақтарға жауап іздеп көрейік. Мен тау қопарардаймын дейді. Гүлбағда, сіз неге тау қопарардайсыз, маған бөлсесіз ба? Сонымен енді энергия деген нәрсе қалай жоғалады? Неге аз қазір адамзатта? Не өзгерді? Ата бабаларымыздан, әке шешелерімізден, ата әжелерімізден біз кембіз бе? Сол сұраққа жауап іздеп көрейік. Қазіргілер мына әлеуметтік желідегі қажетсіз ақпараттардан шаршаған-ау, өйткені кітап оқымайды көбісі деп ойлаймын. Ал кітап шексіз күш береді. Бұл да ескеруге болатын пікір. Ештеңе қызық емес, бәрі телефонда көз алдымызда болған соң ба дейді. О, керемет, бұл да жақсы пікір. Керемет, күшті. Бәріңіздің пікіріңізде дұрыс. Ал енді мен өз пікірімді айтайын. Яғни ешкімнің пікірі дұрыс емес деген ұғым жоқ. Барлығы да қазіргі мына эра Водолеяда өз пікірін қоса алады. Менің ойымша, менің жеке субъективті пікірімше, адамдар қазір өзін аяйды. Жалпы кез келген нәрсені блоктайтын нәрсе, ол өзін аяудан басталады. Аяу қаяқтан туады? Аяу ол нәпсіден туады. Эго. Яғни адамның мына тәні, бұл көлік деп айтады шәкәрім атамыз. Яғни көлік, ненің көлігі? Ол жанның көлігі, рухтың көлігі. Бұл тән рухтың мақсаттары үшін қызмет ету керек негізінде. Бірақ өкінішке қарай, қазіргі заманда біздің рухымыз тәнімізге, көлігімізге қызмет етіп кетті. Орындар ауысып кетті былайша айтқанда. Яғни қараңыздар, негізінде әу баста Алла тағала біздің тәнімізді ішкі жанымызға көлік болу үшін жаратты. Бірақ адамзат бірдемені шатастырып алды да, біздің көлігімізге жанымызды байлап қойды, қызмет еттіріп қойды. Шәкәрім атаның өлеңінде бұл туралы да бар. Ол туралы да 19 ғасырда Шәкәрім атамыз да жауап беріп кеткен. Мен жаңалық ойлап тауып жатқан жоқпын. Яғни, егер сіз мына көлігіңізді жаныңызға байлап қоятын болсаңыз, онда сіздің энергияңыз күшті болады. А егер сіз жаныңызды мына көлікке, тәніңізге байлап қоятын болса, тән басқарып кететін болса, эго басқарып кететін болса, өкінішке қарай энергиялар да жабылады. Эго басқарып кету деген не нәрсе? Эго басқарып кету деген сөз, ол біздің гордынямыз, біздің қорқыныштарымыз, біздің
травмаларымыз, біздің установкаларымыз, біздің негатив ойларымыз, және ең бастысы таңнан. Давайте сіздерден сұрайын, бастарыңыз, миларыңыз кішкене қозғалсын. Ең басты нәрсе, энергияны жейтін не нәрсе деп ойлайсыз? Давайте әркім өзінің пікірін ұсынсын. Қозғайық миымызды. Бедейді. Мен кітап оқимын, бірақ энергия жоқ, көрдіңіз ба? Сонда мәселе кітапта емес екен, Аха. Өйткені мен өзімді минусқа түсіріп, тіпті миллионның заказынан отказ беріп, мен ақшаны емес, ақша мені қусын деген формуланы таптым. Жарайсыз Гүлбағда. Қараңыз Гүлбағда, ол сіздің формулаңыз. Ол сіздің формулаңыз. Бірақ ол сіздің формулаңыз басқа адамдарға келмеуі мүмкін, бірақ сіз өте керемет тауыпсыз өзіңіздің формулаңызды. Бұл формуладан айнымаңыз, бұл формуланы тереңдетіңіз, бұл формуланы қалай күшейтуге болады, соны ойланыңыз. Оған дейін мен крысиный бекпен жүрпін. Өмір жасың ұзақ болсын, әр сөзіңде мағына бар дейді. Рахмет сізге. Бос ойлар, керемет. Жүйесіз ой, керемет. Оның алдында қарыз дегенсіз. Қарыз да энергияны жейді, бірақ ол негізгісі емес. Ұйқының дұрыс болмауы, ол да жейді энергияны, бірақ ұйқы не үшін дұрыс болмайды? Энергияны жейтін уайым сияқты дұрыс, керемет. Яғни молодцы, менің подписчиктерім кілең, ақылды, ойлы және интеллектуал. Енді қараңыздар, әрине бұл тәкаппарлық емес, адамзаттың барлығы интеллектуал негізі. Енді айтайын дегенім, достар, ой, ең бірінші адамның энергиясын жейтін ол ой. Бүкіл сұрақтың жауабы осында. Бірақ қандай ой? Анадай терең ой емес, пікір ететін ой емес. Мысалы, ойдың да бірнеше түрі бар, Ойдың да бірнеше түрі бар. Таза ой бар, кәдімгідей Құдайдың жаратылыстарына пікір ететін. Сені бір нақты бір мақсатқа алып келетін. Сені бір тереңдікке, немесе кеңдікке, немесе ақшаға, минимальный ақшаға алып келетін бір ойлар болады. Бір ойлар болады, ол кері кетіреді адамды. Керісінше, кері тартады. Ол уайым деп аталады. Уайым. Сондықтан да ең үлкен нәрсе біздің энергиямыз жейтін ол уайым, ой. Ойлардың да түрі болады мына жерде. Ойлардың да түрі болады. Егер сіз мысалға өткен шақтағы уайымдармен жүретін болсаңыз, мен ананы неге бүйтіп жасамадым, бүгін мен балама ұрыспауым керек еді, өткенмен өмір сүру. Мен күйеуіме неге бүйтіп айтып тастамадым, неге мен құрбыма, досыма, бауырыма, мамама неге бүйтіп айтып тастамадым, неге бүйтпедім, неге бастығымды орнына қоймадым. Яғни өткенге өкініш, немесе өзін кінәлі санау, немесе тағы да ренжу да өткен нәрселерге, осылардың барлығы ол өткенмен өмір сүретін ойлар. Бұл ешқандай адамды жақсы қалып келмейді. Немесе болашаққа қатысты ол уайым деп аталады. Өткенге қатысты нәрселер ол жаңағыдай жегі да, ой жегі. Жейсің өзіңді. Ішінде бірдеме жеп жатыр, бітпейтін жеу. Болашаққа қатысты ол уайымдар, яғни менің балам қалай өсер екен, мен бұны қалай асырар екенмін, бұл қандай мектепке оқыр екен, бұл қандай достармен жүрер екен, азып кетпей ме екен, тозып кетпей ме екен, кедей болып қалмай ма екен, өліп қалмай ма екен, аварияға ұшырап қалмай ма екен, немесе оны біреу алдап кетпей ме екен, жаман әйел, жаман күйеу тап болмас ма екен, зорлап кетпей ме екен, Құдай сақтасын. Әйтеуір балаңызға қатысты ойдың өзі мынау. Ойлаңыз енді, күйеуге қатысты болашаққа, өзіңнің отбасыңа қатысты болашаққа, әке-шешеңе қатысты уайымдар, бауырыңа, жақсы көретін адамдарыңа, миссияңа, бизнеске, ақшаңа. Құдай сақтасын, мен кейде ойлаймын, мына адамның миы кейде прям қалай жарылып кетпей өмір сүріп жатыр екенбіз. Адамзат қалай жарылып кетпей милары өмір сүріп жатыр, таң қаласың. Адамның Құдай тағала бізді сондай шексіз қуатты қылып жаратқан, бірақ әрине ештемеде шексіз емес Құдайдан басқа. Сондықтан өздерімізді аяу керек та, осы жағынан. Аяу керек, қай жағынан? Мына мыслемешалка, былайша мясорубка, ойдың мясорубкасы бізді құртады. Өткенге қатысты реніш, обида, травма, установкалар және болашаққа қатысты уайымдар. Біз мына сәтте жоқпыз. Қазір шын жүректен айтыңыздар, қазір осы сәтте Айсараны кім тыңдап отыр шын жүректен? Шынымен де осы сәтте ләззат алып, басқа ештемен уайымдамай. Кім тыңдап отыр? Так, пікірлерді қарайық.
мына сөздерге келетін болсақ, телефон шықу, ол да энергияны жейді. Адам бірақ не үшін телефон шықиды? Ойдан қашу үшін. Кітап оқиын, бірақ энергия жоқ. Не үшін сіз кітап оқып энергия жоқ? Себебі сіз кітап оқып жатқанда одан ләззат алмайсыз. Сіз ана кітаптың ішінде емессіз, сол персонажбен бірге емессіз, сіз сол ситуацияда емессіз, бүкіл әлемді ұмытып кетіп жатқан жоқсыз. Сіз кітап, көзіңіз кітапта, ойыңыз болашақта, өткенде. Сол үшін сізде энергия жоқ. Өйткені мен өзімді, бұны оқыдым. Келесі. Қарыз да энергияны жейді. Не үшін? Ол болашақпен өмір сүру қарыз деген. Мысалға, қараңыздар. Мысалға, бір адам мысалға бірдеме алғысы келеді, телефон алғысы келеді дейді, iPhone. Ода екі таңдау бар. Қазір ақшаң болмаса, сенде екі таңдау бар. Ақшаңды жинап, депозитке, біреуге беріп қоясың ба, банкіге саласың ба, басқа әдістерін, инвестицияға саласың ба, білмеймін. Бірдемеге салып, күтіп, сол жиналған кезде телефонды алу да. Екінші вариант бар. Шадамайды, тез, болашағыңды тез шақырып алғысы келеді. Мен қазір бақытсызбын. Мен тек айфонды алғанда ғана бақытты боламын. Соның үшін мен қазір айфон алуым керек, немесе шуба алуым керек, немесе үй алуым керек, немесе машина алуым керек, немесе тезірек тұрмысқа шығуым керек. Тез болу керек. Қазір адамдардың мына әлеуметтік желісі FOMO деген ауруды одан сайын күшейтіп жіберді. Яғни мен бірдемеден қалып бара жатырмын. Апам кетті, мен қалдым. Бұл да нәпсінің бірдемеден құр қалатын сияқты тойымсыз қасиетінен. Сондықтан егер сіз мысалға бірдеме алғыңыз келіп, оны күте алмасаңыз, өкінішке қарай, демек сіз қазіргі сәтпен өмір сүріп жатқан жоқсыз. Сіз болашақтасыз. Сондықтан қарыз деген нәрсе де болашақ өміріңнен, былайша айтқанда болашақтағы сенің энергияңмен қарызға алып қалу өміріңді, былайша айтқанда энергияңды, болашақта уже сенде энергия қалмайды. Сен болашақта өмірің оның алдындағы өмірден энергия алады, яғни қарыз алады. Сол үшін қарыз негізі энергиялық тұрғыдан адамның өмірін қысқартады. Қарыз кредитке қатысты тіке мағынасында айтатын болсақ, өкінішке қарай мен бірнеше семьяны білем, қарыз кредиттің кесірінен талқан болған, жойылған, бұзылған, және де Құдай сақтасын өзіне қол жұмсаған, сол қарызын төлей алмай. Содан қарыз адамды тіке тура мағынасында да, ауыспалы мағынасында да өмірін қысқартушы нәрсе. Мүмкіндігінше қарыз алмаған жақсы. Мүмкіндігінше. Мысалға, менде қарыз жоқ деуге болады. Тек қана менде кезінде OneFitті алдым. Сол кезде бір айына, сен мысалға спортқа айына 16 мың төлеп тұрасың, сол сияқты қылып қабылдадым да, жақсы 16 мың төлеп тұрайын айына спортқа. Сөйтіп OneFit алған бар, болды, басқа менде вообще ешқандай рассрочка да, қарыз да, кредит те, Құдайға шүкір жоқ екен. Мен оның орнына ақша жинаған жақсы көрем. Негізі ақша жинау да дұрыс емес. Негізі түптеп келгенде сіз өзіңіздің табысыңыздан 10 есе, 20 есе табыс таба алатын жағдайға жетуіңіз керек негізі, мүмкіндігінше. Сол. Енді ары қарай, ұйқының дұрыс болмау, адам ұйқы не үшін бұзылады? Ол да ойдың дұрыс еместігінен бұзылады. Ары қарай кеттік. Күн тәртібін құрмаймыз, сақтамаймыз. Не үшін күн тәртібін құра алмаймыз? Тағы да ойдан. Себебі біздің ойымыз шашыраңқы, біз фокусты жинақтай алмаймыз. Біз бір шаруаны бітіреміз дейміз де, бірақ істемейміз оны созып жүріп аламыз, бірдемеге алаңдаймыз. Содан күн тәртібі де жойылады. Ол да болашақпен, өткенмен өмір сүруден болады. Өз ісімен айналыспау. Бұл да энергияны қатты жейтін нәрсенің бірі. Бірақ не үшін адам өз ісімен айналыспайды, әлия, қалай ойлайсыз? Себебі оның ойы, фокус бір жерде емес, шашыраңқы, немесе ойбай аналар көп ақша тауып жатыр, мен де сондай ақша табайын. Ойбай анау кетіп бара жатыр, мен қалып бара жатыр, мен өз ісімен айналысып отыратын болсам, қыруар уақытымды жоғалтып аламын, ақша келмейді деген қорқыныштар, уайымдар, болашақпен өмір сүру тағы да энергияны жейді, өз ісімен айналысуға кедергі жасайды. Негатив ойлар, негатив ойлар ең жаманы. Кез келген өзің туралы негатив ойлар, мысалға, мен оңбағанмын, мен жалқаумын, мен семізбін, мен арықпын, мен қап-қарамын, мен тым аппақпын, мен тісім осылай, менің мұрным осылай, мен көзім, мен жігіттерге ұнамай, мен қыздарға ұнамай, мен ата-анам ұнатпайды, мен адамдар ұнатпайды, мен достарым жек көреді, мен ортаға сіңіп. Әйтеуір өзіңе қатысты негативный ойлар дүниедегі ең үлкен жаман ойлардың бірі. Ол қай жақтан шығып жатыр негативный ойлар? Кім біледі? Жазамыз. Менде 2 айдай ұйқысыздық болды. Уайыммен тұңғиыққа түсіп кеттім. 2 күн бұрын күйеуім сол тұңғиықтан суырып алды. 2 күннен бері ұйықтап жүрмін. Қандай керемет, сізде сондай күйеу бар, бақытты. Ризашылығыңызды жазыңыз осындай күйеуіңіз бар екеніне, және рахметіңізді айтыңыз ғаламға. Себебі өкінішке қарай сіз сияқты бақыт екінің біріне
бұйыра қоймаған пока. Сондықтан бірақ бұйырады негізінде. Сондықтан сіз сол күйеуіңізге рахметіңізді айтып, бетінен сүйіп құшақтап Құдайға да рахмет айтып сондай күй бергеніне, келесте ондай ойымға түспеңіз мүмкіндігінше. Ондай уайымға түспеудің жолын қазір келесі минуттарда айтамын. Так, дейді. Шайтан әдейі сол ойымызды ұрлайды, соны түсінбей ажырата алмай қалатын сияқтымыз. Сосын Құдайдың ісіне араласып, артық ойлар ойлап жүреміз. Құдайдың ісіне араласу деген тема ол бөлек тақырып, кәдімгідей болашақта бұйырса. Мен енді осындай YouTube видеоларды қолға алып жатырмын. Тікелей эфирлерді мүмкін аптасына 1 рет, аптасына 2 рет, күнара өткізіп тұрам деген ойдамын. Бірақ ол үшін бүгін эфирде пока ол кіріспесі ғой. Бүгін барлық ойларды бір жерге жинап жатырмыз. Бұйырса солардың бәрін бөлек тақырып қыламыз бұйырса. Сондықтан мына Құдайдың ісіне араласу дегенде өте терең нәрсе бұйырса. Қойшы мылжымай дейді. Рахмет Гүлнар, егер сізге ұнамаса, шығып кете қойыңыз. Басқа адамдарға ұнап жатыр. Мен дейді. Так, ой шашыраңқы, дұрыс айтасыз. Кітаптың да кітабы бар ғой, ойыңды өзіне тартатын қазіргі ең құнды әрі арзан дәрі кітап. Сосын Айсараны тыңдау керек десем. Рахмет Айжан апа. Жоқ, қараңыз, тіпті ең мықты кітаптың өзі қазіргі адамдар тарта алмайды. Сондай уақытқа келдік. Бұрынғы кітап кеміргіш адамдардың өздері мойындайды, қазір біз кітап оқи алмайтын жағдайға жеттік дейді. Себебі телефон алаңдатады, бәрібір де ойдан қашу үшін адам кітапқа кіре алмайды. Күн тәртібін мақсат жоқтықтан құрмайды көбісі. Мақсат не үшін жоқ? Астана қалай екен көшіп баруға бола ма? Бұйырса Астана туралы да айтам қазір. Маған да сондай күй жоқсын. Әумин. Давай битик бәріміз осы жерде эфирде отырғандар. Барлығымыз осы эфирге қатысушылар және болашақ осы эфирді көрушілерге керемет, өзіне арналған, түсінетін, бір-бірін сүйетін, жақсы көретін, кәдімгідей бір поледағы күйеуді тілейікші. Әумин. Так, арғай кеттік, болды. Сонымен, достар, түсіндік қоя, біздің энергиямызды ең қатты жейтін нәрсе ол ой. Бірақ ой болғанда да, ол қандай ой? Өткенге қатысты реніш, өкпе, травма, установка, немесе өз-өзіңді жеу, кінәлі сезіну, және болашаққа қатысты уайымдар. Жаңағы Гүлбағдан айтып отырған Құдайдың ісіне араласу деген ол болашаққа қатысты уайымдар. Бұйырса сол туралы да талқылаймыз. Так, енді сұрақтарымызға, сіңіліңіздің жанына көшіп бардыңыз ба? Бүгін дом алажақ етік бола ма дейді. Жалпы мен астрологиялық не бойынша сәуірге дейін үлкен ақшаны талап ететін үлкен нәрселерді алмаған дұрыс деп айттым алдында. Болжамды қарап шықтыңыздар ма? Мен парақшамды қараңыздар. Сонда енді қараңыз, жүрегіңізді тыңдаңыз, ең басты жүрегіңізді тыңдаңыз. Енді давайте ойды қалай тоқтатуға болады деген сұраққа оралайық. Эфирімізді қатты созбайық, себебі бұны YouTube-ға жүктейміз, әрі адамдарда жалқып кетпесін. Сұрақ сіздерге. Сіздер қалай ойлайсыздар? Осы мидағы күнделікті бітпейтін ойдың шексіз источнигін қалай жабуға болады, қалай тоқтатуға болады сіздің ойыңызша? Әркім өз әдісін айтса тіпті жақсы болады. Сіздер өз варианттарыңызды айтқанға дейін мен Астанадағы өмір туралы айтайын. Достар, мен Астанаға көшіп келгеніме уже почти 1 ай болыпты. Өзім таңғалып жатырмын. Қалай 1 ай өтіп кетті деп, бас кезінде адаптация болды. Бұйырса сторизде бөлсем деп әлі жүрмін ғой, соны мүмкіндік болмай жатыр. Ең бірінші аптада баламды Астанаға үйреттім, өзімді де үйреттім. Себебі салқын ғой, біз Маңғыстау ыссы аймақ, ыссыдан салқынға бір түскенде ойлаңыз, тән, дене, жан, ми бәрі түсінбей қалады ғой. Соны түсіндіру үшін примерно 1 апта жүрдік. Одан кейін екінші аптасында бір жақсы садик табылып кетті, қазақы. Қатты алыс емес, енді қатты жақында емес болады. Ақшасы да қатты қымбат, нормально, орташа, жақсы. Ең басты қазақы. Сондай садикке беріп, оны 1 апта үйреттім. Бірінші сағат 10-ға дейін, сағат 8-ден 10-ға дейін тастап кеттім 1-2 күн. Одан кейін 8-ден 12-ге дейін тастап кеттім 1-2 күн. Одан кейін 8-ден ұйықтап тұрғанға дейін жаңағы 4-ге дейін тастап кеттім 5-6 күнді. Сөйтіп дайындап жүргенде кешкі 6-ға дейін тастап кететін жағдайға жеткен кезде балам ауырып қалды. Үстіне жара шығып кетті. Сөйтсе жаңағы аязды көтере алмаған екен. Сөйтіп тағы да 10 күнде үйде жатып қалдық. Бір жағынан бұл да Құдайдың мүмкіндігі шығар, ішкі жан дүниемен айналыс деген. 10 күн бойы не істеді деп ойлайсыздар? Жазыңыздар, не істедім мен 10 күн бойы? Содан кейін бар, осы бір 2-3 күндіктен бастап, біз жайлап бүкіл баламызды таңертеңнен кешке дейін садикке апарып жүрміз. Менің жиенім. Тәп-тәтті жиенім. Менің шах, не алайын деп едің, ала ғой.
Жаңа сұрап отыр, сіңіліңіздің қасына көшіп келдіңіз ба деп. Иә, сіңілімнің қасына көшіп келдік. Пока баламыз екеуміз, кіші баламыз екеуміз, балалар ойыншық алам. Балалар барлығы Ақтауда қалды. Әзірге мен мына жаққа кішкене обосной үй деген сияқты да. Сосын барып жайлап бәрін көшіреміз. Үйді де, күйді де бәрін бұйырса. Қазір бәрі құтты болсын, үйіңіз құтты болсын деп жатыр, бірақ бұл сіңілімнің үйі. Бұйырса, мен айтып отырмын, жақсы, мен де отыра берейінші. Мен де бұйырса Ақтаудағы үйді сатып, осы жақтан үй алып қалармын деген үміттемін. Ақтаудағы үйді сатуға қойды, қазір сол сатылым барысында. Бұйырса, өзімнің қалаулы жерімнен үй алам деген үміттемін бұйырса. Сол енді Астана ұнап жатыр. Бұл жақтан қандай энергия алатырмын? Бұл жақтан бар ғой, сергектік. Баяғы артық ойлар кетті. Уайымдар кетті бұл жақтан. Салқын, аяз. Ол бүкіл артық инфекция, мидағы инфекцияларды жояды екен. Инфекциялар, вирустар, құрт-құмырсқа, мидағы, жандағы түгел бәрі кеткен кезде адам не істейді? Уже четко көре бастайды бәрін. Сондықтан Астана, егер сізге нақтылық керек болса, трезвость керек болса, четкость керек болса, дәлдік, нақтылық, онда жұмыс және ақша табу, мысалға бизнес, амбиция, мақсат керек болса, онда Астанаға көшіп кетсеңіз болады. Есік жауып жіберейін бір. Сонда Астана ұнап жатыр, маған қатты ұнап жатыр. Мен жалпы өзім сондай адамын, бір жерде тұрақтайтын адам емеспін. Мен үнемі бір өзгерістер, бір үй ауыстыру, мысалға біз үйді әр 6 жыл сайын ауыстыратын әдетіміз бар. Үнемі бір білмеймін, миссияңды ауыстыру, жұмысты ауыстыру, жұмыстағы бірдемелерді ауыстыру, команданы ауыстыру. Мен үнемі сондай қозғалыстың адаммын, қозғалысты жақсы көремін. Себебі қозғалыс ол адамның зона комфортадан шығып, нәпсінің былшырақ состояниесінен трезвостьқа шығаратын нәрсе. Кеттік енді. Дәл қазіргі сәтте сезіну білу және медитация деп ойлаймыз. Жарайсыз, Лаура. Керемет. Қазір ол туралы айтам. БРТ аппаратпен зерттедіңіз ба? Зерттедім. Өзімнің де чакраларымды, энергияларымды көрдім. Басқа қыруар адамдыкін көрдім. Сондықтан БРТ аппарат, украиндық аппарат, кезінде еврей ойлап тапқан, бірақ еврейлер Америкада, Израильде оны қабылдамағандықтан Украинаға сатып жіберген. Қазір украиндықтар жүргізіп жатыр. Енді әлем бойынша өте мықты аппарат енді менде бар. Сол адамның энергиясын күшті көреді. Мысалға мен бәрінің энергиясын тексерген кезде прям процентіне дейін шығарып берді ғой. Прям мықты бизнесте жүрген адамдардың энергиясы өте жоғары болады екен. Көбіне андай наемный жұмыста жүрген адамдардың энергиясы орташа болады екен. Мүлдем дым жасамайтын адамның энергиясы кішкене төмендеу болады екен. Сондықтан энергияңда процентін, чакралардың ашықтығын, қай үріс қалай ашық түгел қарап береді. БРТ аппаратты күшті алып алсаңыз болады. Сәттілік, рахмет, саламатсыз ба? Крысыйный, құдай орысшам кішкене сенеді, крысыйный бекке шатасып қалатын ойларға түсіп кететініміз ол күнделікті күнелтіс көзі. Не істеп жүргенімізді ұмытып қалу, массаға еніп кете беретініміз сол күнелтіс көзі. Жарайсыз, Айсара ханым, қарыздың құрсауында жүрмін, қалай шығамын? Қазір айтамыз. Пранотерапиясы арқылы чакра шығуға қалай қарайсыз? Мен басқа терапиялар білмеймін, менің өзімнің терапиям бар, өзімнің чакра тазалау техникам бар. Ол 7 чакраны арнайы бірінші дем техникасы, визуализация, аффирмация және медитация арқылы бүкіл мына 7 чакраны ашатын техникам бар. Мен прананы зерттеп көрмеппін, сондықтан мен техникама да келсеңіз болады, чакра тазалау техникасы деп аталады. Бір адамды примерно 1 сағаттай тазалаймыз, групповой өткен кезде 4-5 сағатқа созылады. Себебі сұрақтар қояды, әр чакра не затқа жауап беретінін айтамын. Сөйтіп жүрген кезде ол техниканы үйретем деген сияқты. Кейбіреулер дұрыс жасайды, кейбіреулер дұрыс жасай алмайды. Аффирмацияны айтудың өз жөні бар, медитация жасаудың да өзінің әдісі бар. Бәрін сөйтіп үйретем дегенше 4-5 сағат өтеді групповой. Жеке 1,5 сағаттың ішінде бүкіл 7 чакраны тазалап, именно сіздің қай чакраңыз жабық, қай чакраңыз ашық екенін білуге болады. Сонымен, достар, ойды тоқтататын не? Кеттік. Сол сұраққа жауап берейік. Астанада қай жерде бар БРТ аппаратына тексертсем деп едім. Эльмира, жалпы Астанадасыз ба? Мен де Астанадамын. Алдағы уақытта кішкене реттеліп алайын. Қазір мен күшті бір продюсермен жұмысты бастап кеттім. Сол кезде бұйырса сізді шақырам офисіме. Ал енді, достар, ойды тоқтататын нәрсе ол медитация. Мен медитацияны шамамен 10 шақты жыл бұрын бастадым. Нақты тұрақты кәдімгі жасауды. Арасында болды.
жасамай кеткен кездер, ұмытып кеткен кездер, мән бермеген, бірақ мен жаным сол медитацияны қалап отыратын. Содан мен медитацияны 10 жыл бұрын Дипак Чопра деген кісіден үйрендім. Ол кісінің бір 21 күндік марафоны болды. Соны күнде бір медитациясын тыңдаймын, күнде бір медитациясын тыңдаймын, сол уже ойын кәдімгідей жинақтала бастады ғой, фокус. Сөйтіп оны тұрақты күнделікті неге айналдырдым, жұмысымда жүре бастады. Журналистикаға бардым, журналистикада атақты болдым, Қазақстан ұлттық арнасында супер журналист болдым, 31-ші арнада информбюрода, әлімге дейін сағынам информбюрода, супер журналист болдым. Одан кейін өзіміздің облыстық телеарнада керемет хабарлар жасадым. Соның барлығы ең бірінші сол медитацияның көмегі деп ойлаймын. Әрине, ғибадат, олар енді сірә бөлек тема. Онсыз құдайсыз ештеме болмайды, бірақ медитация шын мәнінде құдайға жеткізетін техниканың бірі. Мен кәдімгідей оған 1000% көзім жеткендіктен айта аламын. Ол да бір ғибадат, бірақ ол ойдың ғибадаты. Сондықтан медитацияның пайдасы енді масқара, бірақ одан кейін журналистикаға кіріп кеткеннен кейін кішкене ұмытылып кетті. Тірлік, өмір, анау-мынау, бала-шаға деп жүрген кезде осы соңғы бір 5 жыл бұрын чакраны бастадым. Чакраның ішінде медитация бар ғой сірә. Чакрамен жүрім, әлі де чакра тазалаймын күнде. Бірақ соңғы уақыттары осы Астанаға келгелі бері мен медитацияны қайтадан қолға алдым. Тұрақты, именно медитацияны. Чакраның ішіндегі медитация ол сірә бөлек, оны сірә жасайсыз. Бірақ бөлек арнайы бір тақырыпқа арналған медитацияны мен қолға алып осы Астанаға келгелі өте керемет халдер таптым деуге болады. Өте керемет. Мүмкін емес, енді алдағы уақыттан бөлсем. Сондықтан егер сіз белгілі бір состояниені тапқыңыз келсе, мысалға тыныштық, ойдан ажырау дейді. Ойдан ажырағыңыз келсе, медитацияны қолға алыңыз. Медитация. Чакра тазалау, екеуінің несі функциясы екі түрлі. Мысалы, бейік чакра тазалау күшті дейді. Шын мәнінде екеуінің функциясы екі түрлі. Чакра тазалау ол керісінше қанды айдайды, ойды айдайды, ойды дұрыс ойларды көбейтеді. Бірақ дұрыс ойлар шығу үшін бірінші адам миын, жанын тыныштандыру керек медитация арқылы. Яғни чакраға дейін обязательно медитациядан бастау керек. Мен бұрын медитация, менің кеше продюсерім маған тапсырма берді, бүкіл медитацияңыздың атауын, сипаттамасын жазып шығыңыз. Представляете, менде жазулы тұрған 33 медитация бар екен. Қандай күшті. 33 медитациям уже менде жазылып тұр. Кез келген тақырыпта почти ақша, кредит, энергия, қарым-қатынас, әйелдік энергия, ойдың тыныштығы, демалыс, ұйқы, денсаулық, негативтерге қатысты, тағы да қандай, ата-ана, травма медитациясы, армандар, миссия медитациясы, ата-баба кармасы, адамға не керек, бүткіл тақырыпқа қатысты мен медитацияны жазып тастадым. Бірақ әлі де тереңдете, ол тоқтамайды, бұйырса менің арманым ендігі медитацияларды көбейте беру бұйырса. Сол себепті чакраға дейін адам бәрібір де медитация арқылы жанын тынышталу керек. Мысалға мен чакраға қалай келдім? Оған дейін мен медитация жасадым ғой, неше жыл бойына. Бірінші Дипак Чопра медитация, ананың медитация, мынаның медитация, сосын өз медитациямды ойлап тауып, өзімдікін тыңдайтын болдым. Сөйтіп чакраға келдім. Мені чакраға алып келген бірінші кезекте медитация. Маған идея медитация кезінде келді. Мен оған дейін бүкіл мыңдаған психологиялық кітап оқыдым, курстар оқыдым. Сол кезде жаңағыда әртүрлі сертификаттар алдым, лицензиялар алдым психологияға қатысты. Чакраға қатысты да сертификатымды алдым. Енді чакраны тазалауды үйретпейді, чакра туралы ілімді үйрендім да ол жерде. Содан мен чакра туралы зерттей бастадым осыдан 5 жыл бұрын. Сосын медитация кезінде маған ой келді ғой, давай осы чакраны тазалайық. Бәрі айтады, чакра деген не, бірақ ешкім тазалауды үйретпейді екен. Бәрі ауруды айтады, диагнозын айтады, бірақ ол диагнозды емдеуді үйретпейді, көрсетпейді. Давай онда чакраны тазалайықшы деген идея менде медитация кезінде келді. Яғни менде бүкіл идея медитация кезінде күшті, суперский идеялар менің жұмысыма қатысты. Ретрит, travel терапия, басқа да көп деген өнімдерім, мен жеке продюсинг, наставничество, көп деген өнімдерім менде осы медитациядан кейін келді. Неге? Себебі медитацияда адамның артық ойлары басылады. Альфа состояние деген ол адамның ой состояниесі, постоянно мазасыз. Бета состояниеға түседі, одан кейін дельтаға түседі, одан кейін тетаға түседі. Яғни түп санаға кіреміз бірте-бірте. Бірақ әрине ол бірден болмайды. Ол үшін ең бірінші бірнеше күн бойына просто кез келген бір ютубтағы медитацияны тыңдап, бір тыныштық халіне келуді үйренуіңіз керек. Немесе менің де тегін медитацияларым бар парақшада. Бұйырса парақшадағы тегін медитацияларды да
көбейтемін деген ойдамын. Медитацияны былайша айтқанда қайттан қолға алдым. 2020 жылы, кстати, чакраға дейін мен бір не деген, қалай ұмытып қалдым, денсаулық, ковидтен тазару деген медитация ойлап тапқам. Сол медитациямен қаншама адам ковидтен жазылды сол кезде 2020 жылы, 2019-дың аяғы, 2020-ның бастары. Өкінішке қарай Инстаграм соны байнт етіп тастады, кейін сол медитацияны таппай қалдым. Бұйырса сол медитацияны қайттан дұрыстап кәдімгідей сіздермен бірге жазам деген ойдамын. Енді ал мандамер тыңдап жатсыздар, давайте сіздерге сұрақ қояйын. Қалай? Менің айтып жатқан заттарым сіздерге, жүректеріңізге бір отклик беріп жатыр ма? Сәлем, қалайсыздар? Жақсы, рахмет жандарым. Сізге сұхбатқа барғым келіп жүр. Астанаға келінше, Гүлке, сізді күтіп жүргеніме көп болды ғой. Ақтаудан көшіп кеттіңіз ба? Я, бір ай болды. Астанада тұрып жатырмын, мен астаналықпын. Енді осы жақта қаламын, бұйырса. Ақтауға барам түбінде, бірақ қазір емес. Сізбен әңгіменің өзі білесіз ғой, бір энциклопедия. Рахмет, Гүлке. Сізде энергия көп. Міне осыған байланысты айтайыншы, энергия көп. Достар, шынымен де менің энергиямды 0-ден 10-ға дейін шкала бойынша неше деп баға берер едің сіздің ойыңызша? Тамақ чакрамды ашқым келеді, жұлдыз. Тамақ чакрасын ашқаннан кейін миссияңызды қалай тапқаныңызды білмей қаласыз. Мен тамақ чакрамды ашып, осы жұмыстарды күшейтіп жіберген жағдайым бар жалпы. Иммунитет көтеру. Дұрыс айтасыз. Иммунитет медитациясы. Сол медитациядан кейін қаншама адам ковидтен тазалады. Сонымен менің энергиям, сіздердің ойларыңызша, Маржан Алиасқаровна, 100. Рахмет бағаңызға. Приятно. Тағы да кім не деп ойлайды? 10. 1 мен 10-ның арасында 10 дейді бәрі. Мәссаған, шынымен де ба не? Тағы да 1-2 адам жазыңыздар, сосын мен сіздерге бөлсем өзімнің энергиям бойынша. Сосын сіздерге тағы бір сұрақ. Қалай? Медитация туралы айтқаным әсер етіп жатыр ма? Откликается или нет? В общем, медитациямен таныссыздар ма? 10. Рахмет. Огонь дейді. 10 дейді. О, күштік. Рахмет. Енді сіздерге қызық айтайын. Менде 10 болмаған. Өйткені сіздің отырғаныңыздан байқалады дейді. Рахмет. 200 дейді. О, 10-да 10 дейді. Рахмет. 9 дейді. Неге 9 деп ойлайсыз? Ал сіз себебін айтыңызшы, может, менде бірдеме жетіспей тұрған шығар. Енді менден жалпы 10 болмаған үнемі. Мен өмір бақи анемия, өмір бақи бас айналып жүретін, әлсіреп, үпірсе құлап қалатын Айсарамын жалпы негізінде. Әлі де периодически болып тұрады менде сондай состояние. Кейде төсек тартып, вообще төсектен тұра алмай қалатын халдер болады менде. Бірақ сол жаңағы энергиямды 10-ға қалай жеткізім деп ойлайсыз? Чакра тазалау арқылы. Чакра энергияны күшейтеді, медитация ойды тазалайды. Екеуінің функциясы түсіндіңіз ғой да, екі түрлі. Энергияңыз экраннан көрініп тұр. Рахмет жаным, сол айнука мен. Медитация күшті дейді. 10-нан 20 дейді. Рахмет. Алла разы болсын. Мен деген мен негізі шкалам бойынша 2-мен жүретін адам едім. Үнемі басым айналып шаршап, қош ананы жасамайым деп өз-өзімді аяп. Соңғы уақыттары чакра тазалағаннан кейін, әсіресе мына чакра, тамақ чакрасы ашылғаннан кейін адамның энергиясы кетеді екен. От болып. Неге тамақ чакрасы ашылғаннан кейін от болады адамның энергиясы? Себебі мына жерде гормондар бар. Щитовидка бар. Менде щитовидка әлсіз болды. Естеріңізде ма, бір сторизде бір жылдары мен бөліскен, менде щитовидкам әлсіз екен, врач қоймай жүрмін деп, осыдан 1-2 жыл бұрын. Содан мен мақсат фокусты осы щитовидкаға қойдым. БРТ аппарат алдым, 1.200.000-ге сол кезде, қазір одан да қымбат. Одан кейін чакрамды күнде тазалаймын. Күнде именно тамақ чакрасын тазалаймын ғой. Күнде. Мүлдем, даже күнде бірнеше рет тазалаймын кейде. Сөйтіп, одан кейін көп медитация жаздым сол уақытта. Көп эфирге шықтым, адамдармен көп сөйлестім, тамақ чакрасын прокачивать еттім. Бірақ вокалға барған жоқпын. Ол кезде себебі бала-шағамен бара алмадым. Сонымен, мынаны прокачивать етіп, қазір Құдайға шүкір гормондар реттелді. Дәрісіз гормондар реттелді. Шаш түсу тоқтады, азайды дейікші, тоқтады демей қойын. Енді кәдімгі обычный шаштар түсіп тұрады. Бұрын мынандай болып түсетін еді менде. Бір видеом бар менде шаш түсу деген. Мынандай болып түсетін еді. Сол тоқтады ғой, ойлаңызшы. Сондықтан все счастье в гормонах. Жалпы, егер сіз
бақыт деген халді сезіне алмасаңыз, значит сізде мынау щитовидка дұрыс емес, тамақ чакрасы жабық дегенді білдіреді. Бұрын мен мынандай киім кие алмайтын едім, қылғындыратын еді, мынандай таға алмайтын едім. Деп жүретін өмірі. Ал қалай гормондарды реттедім, қалай щитовидканы реттедім, БРТ мен емделіп еще тамақ чакрамды тазаладым, солай менде ашылды бәрі, Құдайға шүкір. Сондықтан да энергия, әйел адамның энергиясы в основном осыған байланысты, және мынаумен жатыр энергиясы тікелей байланысты. Себебі гормональный фон әйел адамның номер 1 заты. Әйел адамға, короче, былай айтады ғой врачтар, мужчины правят миром, женщины правят мужчинами, а женщин правят гормоны. Сондықтан гормондарды түзеу керек, достар. Гормондарды түзеу керек. Бақытты хәл сезінгіңіз келе ма? Тамақ чакрасын ашу керек, прокачивать ету керек. Мына тамақ чакрасымен мықты жұмыс жасау керек. Сол кезде сіздегі әлсіреу, ұйықтай беру, бақытсыз хәл, біресе ашуланып, біресе күліп жүру, бірде бие, бірде түйе болу деген хәлдің бәрі кетеді. Медицина мен түсіндіретін болсақ. Және осы гормондарды реттеуге арналған питание, йоды бар нәрселер жеу. Енді ол өзіңіздің врачыңызбен келісіп аласыз. Ал идея келуші, мысалы идея келуге де хал керек қой. Мысалы маған июльден ақпанға дейін 7 ай қажет болды. Идея келуге де күш қуат керек екен. Мен сол кезде сарқылдым, прям бизнесімнен қысқым келді дейді. Идея келу. Идея деген не жалпы Гүлеке? Идея деген не ол? Идея деген қаяқтан келеді? Қалай келеді ол? Қалай ойлайсыз? Кімге келеді? Қандай халде келеді идея? Сіз медитациялар ойлап табуға қалай келеді энергия? Енді қараңыздар, дәл осы жерде жаңа айттық қой, медитация адамның ойын тазалайды. Енді осы ой тазаланғаннан кейін, ойлар азайғаннан кейін, мысалға бұрындары ойлар былай болатын болса, күніне миллиард ойлар деп ең соңында қылғынып, ана ойдан қайқа қашарыңыз білмей, біру клубқа барады, біру білмеймін жұмысқа барады, біру бала шағасына барады, біру күйеуімен меңгеріседі. А медитациядан кейін ойлар арасында бірте медитацияны көп жасай беретін болсаңыз, біраз уақыт өткеннен кейін, біраз уақыт өткеннен кейін, осындай халге келеді. Ойлаңызшы, осындай халге келгеннен кейін адамның ойы, осылай тынышталғаннан кейін адамға не келеді? Не келеді? Ойларымызды қозғайық. Оны ашу жолын бөлісіңіз дейді. Эфир сақтайсыз ба? Я сақтайын бұйырса. Ютубқа жүктейін бұйырса. Ютуб каналыма тіркеліп алыңыз. Алдағы уақытта Ютубта күшті эфирлер өтетін болады, күшті видеолар өтетін болады. Енді қараңыздар, сұрақтарыма өз сұрағыма өзім жауап берейін бе, әлде сіздер жауап бересіздер ме? Қалай ойлайсыздар? Ойлар тоқтағаннан кейін, анан баланы садикке бару керек еді, ана күйеуіме видео айтуым керек еді, мамама сөйтіп айтуым керек еді, мен жұмысты қайтем, ақшаны қалай табам, кредитті қалай жабам. Көбіне біздің ойларымыздың 90% кредитке кетеді, сол үшін кредит алмаңыздар, ол ойды жейді. Болашақта балам қаяқта оқиды екен, анаған жаман жолға түсіп кетпей ме екен, папам өліп қалмай ма екен, мамам өліп қалмай ма екен, анамен керісіп қалмай ба? Миллиард ой азайған кезде адамға не келеді? Жазамыз, оянамыз, жазамыз, тірілеміз. Не келеді? Адам ой азайғаннан кейін. Ойлар тоқтау арқылы фокусты өзіңе қоясың екен ғой. Молодец! Фокус келеді бірінші фокус келеді екен. Жарайсыз. Фокус келгесін не келеді тағы да? Жазамыз. Ерінбеңіз, ұялмаңыз, қысылмаңыз. Ешқандай мына жерде дұрыс жауап, бұрыс жауап деген жоқ. Просто ойларыңыз жазыңыздар, қазір пікірлеріңіз жазыңыздар, қозғаңыздар. Энергия келеді, жарайсыз, энергия келеді. Фокус келгеннен кейін кез келген нәрсеге энергия келеді. Гүлекке сіз айтып отырсыз ғой, мен 7 ай жүрдім деп. Потому что сіз фокусты қоя алмадыңыз оған. Сіздің фокусыңыз күндегі түрлікке араласып кетті. Сіз біресе баланы, біресе күйеуді, біресе бизнесті, біресе команданы ойлап кеттіңіз. Фокус келген жерге энергия келеді. Энергия пайда болғасын не келеді? Идея келеді. Молодец. Идея келеді. Идея сізге 7 айда келсе, Гүлеке медитацияда жарты сағатта келеді.
Сонда қараңыз, сіз 7 ай бойына өліп талып кеткен энергияңызды үнемдеп жарты сағат медитацияда сол идеяны шақырып алсаңыз болады екен. Қалай ойлайсыз енді? Осы ойыма келсесіз ба? Не болып жатыр дейді. Сәлем Мони, қалайсыз? Біз ішкі энергияны ашудың жолдарын үйреніп жатырмыз қазір. Манадан бері ішкі энергияны не жейтінін түсіндірдім. Ол энергияны жейтін нәрсені қалай тоқтатуды түсіндірдім. Енді сол энергияны тоқтатқаннан кейін жаңа жейтін заттарда не болатынын түсіндіріп жатырмын. Қалай ойлайсыз, Гүлеке? 7 ай бойына ұрылып, соғылып, талқандалып, қыруар уақыт аз қазір. Адамда уақыт аз, байқайсыз ба? Физиктер айтып жатыр. Қазір суткада 12 сағат қалған. Бұрын 17 сағат деген бар еді. Енді 12 сағат қалған. 12 сағаттың ішінде бәрін үлгеру керек. Тем более қазіргі адамдар бәрін үлгергісі келеді, развитияға да барғысы келеді, чакрасында тазалғысы келеді, медитацияда жасағысы келеді, білмеймін, қыдырғысы келеді, клубқа да барғысы келеді, білмеймін, тамақта ресторанға барғысы келеді, күйеуімен де. Бәріне қалай жеткіземіз мына 12 сағатты? Қалай жеткіземіз? Әрине, енді сол медитацияңыздың аты қалай, сол ойлар тоқтату медитациясының аты бар ма дейді. О, қара, Гүлеке, сіз осы арқылы қалай ашамыз деп мандан бері сұрап жатыр. Не істеп жатсыздар? Айтыңызшы. Не істеп жатсыздар? Өсіп қайта мазасыздану арқылы қазір. Тамақ чакрамды ашу керек. Біраз нәрседен қап кетіппін ғой. Қазір осылай жазу арқылы не істеп жатырсыздар? Тез медитацияның аты қалай тез қалай ашамыз, оны қалай ашамыз? Маған сол әдісті тез үйрет. Қандай халге ұшырап жатсыздар қазір? Қалай ойлайсыз? Маған сол медитацияның атын айтатын тез қалай ашуды үйрет. Маған үйрет. Аты қандай аты? Қалай ойлайсыз қазір, не істеп жатсыз? Бәріңіз тек Гүлбағдарға қатысты емес. Тез үйреніп алғысы келу. Не істеу ол? Қазіргі сәтпен өмір сүру ма? Мен таптым ғой, 7 айда таптым ғой. Жоқ, әрине мен сіздің тапқаныңызды жоққа шығармаймын. Бірақ неужели сіздің 7 айыңыз әр идеяны табу үшін сөйтіп 7 айлап жібере бергіңіз келеді? Ну ладно, бірақ ол сіздің выборыңыз. 7 айыңыз жібере беріңіз. Бірақ мен өйтіп ондай уақытым көп емес екен. Бір идеяны табуға 7 ай, 1 жыл жүруге менде ондай көп уақыт жоқ екен. Мен деген жасағым келетін зат миллиард. Мен бала шағам бар, оларды дамытқым келеді. Мен өзімнің қарым-қатынастарым бар. Мен миллиард медитация ойлап тапқым келеді. Мен миллиард рилс түсіргім келеді. Мен миллиард эфир өткізгім келеді. Мен миллиард адамға жеткізгім келеді осы энергияны, осы состояниені. Бірақ менде 7 ай жоқ бұның бәріне, әр идеяға отыратын. 7 ай ұрылып, соғылып, шаршап еще, жынданып, қыруар энергиям жіберіп, уақытым жіберіп, еще біреулермен ұрысып берсіп, мысалы. Кейде болады ғой енді. Адам уже таба алмаған кезде уже состояние сондай болады, уже все раздражает. Медитация, дұрыс айтасыз, асығып жатыр. Біз қазіргі сәтпен өмір сүріп жатқан жоқпыз. Мысалға, кез келген не үшін адамдар курсты көп сатып алады? Ана курс, оны аяқтамай жатып келесі курс, фомо деген ауру, жүректің тынышсыздығы, ойдың тынышсыздығы, қазіргі сәтпен өмір сүре алмау. Ойлайсыз да, ана курсты алсам мен бақытты болып кетемін. Мына курсты алсам мен бақытты болып кетемін. Болды. Мына курс екен мені бақытты қылатын деп та. Шын мәнінде ешқандай курс сізді бақытты қылмайды. Сізді бақытты қылатын ол өзіңіздің ішіңіздегі, жүрегіңіздегі және миыңыздағы тыныштықты таба алу. Асықпау ешқайда. Тез болып кетсе екен демеу. Здесь и сейчасқа кіріп 7 ай энергияңды, 7 ай уақытыңды үнемдеу. Мен айтып отқан жоқ, тек менің медитациям сондай деп. Гүлеке, қателеспеңіз. Мен жалпы медитация деген нәрсенің маңызын айтып жатырмын. Мен өзім медитациямды сату үшін кіріп жатқан жоқпын. Мен адамдар просто медитацияға кірсе екен, түсінсе екен, қабылдаса екен, өзімнің неше жыл бойына ұрылып, соғылып, келген қателігімнен өтпесе екен деген жанашырлық менде. Себебі медитация адамның миын бір жерге әкеліп, фокусты сол жерге қойып, энергияны әкеліп, ойды жинақтап, уақыт пен қуатты үнемдейтін нәрсе. Денсаулықты үнемдейді еще. Сондықтан, достар, медитация жасаңыздар. Ютубта медитацияның түрі бар. Біреуін любой, менің парақшамда да тұр тегін медитация, жетет медитация. Бірақ бір медитациялар болады, опасный медитациялар, транс қандай гипнозға кіргізіп жіберетін, оларға жоламаңыздар. Мен өзім тәжірибе жасап көрдім, соны тыңдап,
бір апта басым ауырды ғой, бір апта басымды бүйтіп ұстап жүрмін. Құдай сақтай гөр, қайдан жасадым мына медитацияда деп. Сондықтан да ең дұрысы просто тек тыныш музыканың өзін қосып қоясыз, рахаттанып отырасыз. Басында миллиард ой келеді, басында бір апта миллиард ой келеді, нормально. Миллиард ой келеріс, уже екінші аптада ол таусылады, ол миллиард ой. Уже тыныштық келе бастайды жайлап. Сондықтан, достар, бүгіннен бастап мен бұйырса сторизде де бөлсем, медитация челленджін бастағым келеді сіздермен бірге. Қалай қарайсыздар осы идеяма? Қалай қарайсыздар осы идеяма? Бейдейді, медитация жасасам да миыма ештеңе кірмейді. Ұлдана неше рет жасадыңыз? Неше сағаттан жасадыңыз? Әлі жасап жатсыз ба? Соны айтыңызшы. Бір ай жасадым, тоқтатып қойдым. Ол аз. Бір ай аз. Мен медитацияға кіргеніме 10 жыл болды. 10 жыл. Шамамен 5 жыл, жоқ, 2 жыл дегенде керемет идеялар тұрақты келетін болды. Шамамен жарты жыл дегенде ойым жинақталып фокусты қоюды үйрендім. Міне 10 жыл болды, Құдайға шүкір. Керемет енді. Любой состоянияға медитация арқылы түсетін халге жеттім қазір. Мысалы, қазір маған қандай состояние керек? Энергия керек па? Энергияны көтеретін медитациям бар өзімнің, соны жасаймын. Маған керек қазір расслабление керек па? Расслабить ететін медитациям бар, соны жасаймын. Маған қазір ақша табу керек па? Ақша шақыратын медитациям бар, соны жасаймын. Маған қазір адамдармен сөйлесу керек па? Отношенияға арналған медитация бар, соны жасаймын. Сондықтан уақыт керек бәріне, және тұрақтылық керек. Сізден сұрап отырмын ғой, соны басқа адамдар мен сияқты жүрмей, экономды уақыттарын сіздің медитацияңызды алып тынышталып, сосын бар уақыт беріп жасаса, жаным сол гүлекке рахмет жанашырлығыңызға. Бұйырса бөлсеміз, бүгінден бастап челлендж бастап жатырмын. 15 минуттық жасаймын. 15 минуттық тоже аз. Күніне, мысалға мен 1,5 сағаттық жасаймын. Енді басында жақсы 1 ай 10 минуттық, 5 минуттық жасаңыз, 1 айда 2 ай. Одан кейін жайлап 15 минутқа көтеріңіз. Жайлап бір 6 айда жарты сағатқа жеткізсеңіз күшті болады. Сосын бар, уже 6 айдан кейін кетеді, уже автоматически, уже медитациясыз өмір сүре алмайтын боласыз. Әйтеуір күніне 1 рет медитация жасамасам жүре алмайтын боласыз. Потому что ойыңызға тыныштық керек, жүрекке бәрі тыныштық керек. Сондықтан бір 6 айда жарты сағатқа жеткізіңіз. Мен қазір 1,5 сағатқа жеткіздім. Так, қосыламын дейді, маған ақша керек дейді. Ақша керек, слушаш, давайте ақша темасы. Или келесі жолға қалдырамыз ба? Давайте келесі жолға қалдырайық, иә? О, ең қызық тема. Біздің Қазақстанда бүкіл әлемде ақша шығар, иә? Бұйырса ақшаға қатысты, медитация қалай ақшаны көбейтуге, ақшаны молайтуға көмектеседі, ақшаға қатысты энергияны өзгертуге көмектеседі. Ол туралы да бұйырса алдағы эфирлердің бірінде өткіземін. Енді эфирімізді жайлап аяқтайық. Қалай енді? Осындай формат ұнай ма? Алдағы уақытта өткізіп тұрайын ба? Бірдеме түсіндіңіз ба өзі? Әлде мыжылжып кетті деген ойыңыз бар ма? Бөліссеңіздер өте қуанамын. Бұйырса YouTube-ға салам. YouTube-ға салғаннан кейін де лайктап бір комменттер жіберсеңіз тіпті күшті бар еді. Мүмкін сондай бір лайктап күшті коммент жазғандарға подарка ұйымдастырармын алдағы уақытта. Өзім медитацияларымды берермін тегін, я бір материальный бір зат берермін да. Сондықтан бөлісіңіздер. Давайте бүйтейік онда. Сізге бірінші подарка болсын. Бүгінге барлық осы эфирге қатысқандарға арналған медитация жасайық. Қысқа ғана 5 минуттық просто тыныштық медитациясы. Просто деммен спокойно, ең оңай медитация, ешқандай артық сөз жоқ. Просто ең оңай медитацияны жасайық. Бірақ ол үшін мына эфирді аяқтаймыз. Ол медитацияны бөлек жазу керек. Оны да мүмкін YouTube-ға жүктейміз. Бұйырса күшті күндер күтіп тұр бәрімізді. Ұнайды, күшті, өте керемет дейді. Рахмет. Күшті, рахмет. Ал, достар, рахмет сіздерге, менімен бірге болғандарыңызға. YouTube-қа жүктеймін, егер жүктелсе. Жүктелмесе, осы эфирдің астына эфирден қандай инсайт алдыңыз, ең күшті инсайтыңызды жазып жіберіңіз. Мүмкін ең күшті инсайттың есіне подарка беремін. Күшті подарка беремін. Білмеймін, ойланам, бірақ или өзіңізден сұрайым, сізге қандай подарка ұнайды? Менде осындай бар, қайсысын алғыңыз келеді деп та. Себебі адам бәрібір де подарканы де өзіне қалауындай алғанын жақсы көреді ғой. Хорошо, онда көріскенше келесі эфирімізді тағы да шығып кетпеңіздер, эфирге кіріңіздер, медитация жасаймыз. Просто тыныштық медитациясы.